Мен налог төлегесін, сен айлық алып отырсың дейді. Құрметті пациенттер, қараңыздар, сіздер төлеп жатқан әр ай сайынғы осмстеріңіз бар ғой, соны 2 жыл жинасаңыздар да осы уақыттың арасында бір рет больницаға барсаңыздар, сол барғаныңызды бүйтіп покрывать етуге жетпейді. Түсіндірсіздер ғой да? Ал Қазақстанда медицина өте қолжетімді. Сосын тегін. Осы тегін деген дүниенің арқасында медицинадағы және медиктерге деген құрмет қатты төмендеп кеткен. Обслуживающий персонал ретінде қарап қалған. Тегін дүниенің арқасында. Ал Европада қалай? Не үшін Европада дәрігерлерді құрметтейді? Өйткені бұл жерде барлығы өте қымбат. Сен зельбацалер, яғни өзің төлейтін болсаң, пациент болып, мына жерден огромный ақшалар төлейсің, сен өте үлкен. Сол үшін бұл жерде страховка жұмыс жасайды. Ал страховка қалай жұмыс істейді? Яғни біздегі сияқты ОСМС қалай? Ол үшін ай сайын өте үлкен ақша төлейді адамдар. Мен өзім жалғыз 600 евроның айналасында төлеймін страховкаға. Яғни, 300 евросын мен өзімнің айлығымнан төлесем, 300 евросын жұмыс беруші, яғни больница төлейді. Но все равно менің зарплатамнан алып отыр ол заттар. Ал мен хотя больницаға, құдайға шүкір, жаспын, бармаймын, басқа. Бірақ бір жағдай болып қалса, мен білмеймін ғой не болуын. Мүмкін менде экстренный какой-то аппендицит болып қалуы мүмкін да. Сол аппендицитті, аппендэктомия жасау үшін жасалатын қаржы мен жыл барысында жинағаным жетпей қалады. Қазақстанда да сондай. Бірақ біздің Қазақстанда оны пехать етпейді. Ойбай, біз саған төлеп беріп жатырмыз. Қазақстан қол жетімді қойған. Түсіндірсіздер ғой да? Сол үшін мен төлегенім үшін сен айлық алып жатсың дегенді қою керек. Мен тағы да айтып тұрмын. Сіз 2 жыл жинаңызшы сол ОСМС-тің ақшасын. Бір рет больницаға барып, аппендицит болып қалсаң, соны покрывать етуге жетпейді ол ақша. Сосын төленіп жатқан ақшаларыңыз ол біреу үшін емес, ол өздеріңіз үшін. Поликлиникаға бару бесплатно. Оборудованиядан пайдалану бесплатно. Қазір Қазақстанда. Экстренный приемный покойға барсаңыз, бүкілі барлығы сізге бесплатно. Экстренный операциялар болса, ол да бесплатно. Барлығын тегін жасап беріп жатыр сіздерге. Ол сіздер төлеген ОСМС-тің арқасында. Түсіндірсіздер ғой, өздеріңіз үшін, мемлекет үшін емес. Мемлекетке қажет те емес ол. Өздеріңіз үшін. Соны не қылыңыздаршы, түсінейікші соны.